Баршаңызға қайырлы күн. Біздің бастауыш сынып математикасында жиын есептеріне байланысты логикалық есептер кездесіп қалады. Сондықтан бүгінгі сабағымда тағы да осы жиын есептеріне арналған логикалық есептерді шығарудың жолдарын көрсетуге арнаймын. Менімен бірге болыңыздар, қолдаңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Жансая гүл шоқтарын жасады. Олардың 5-еуінде раушан гүлі бар, 7-еуінде лала гүлі бар, ал 3-еуінде раушан гүлі де, лала гүлі де бар. Жансая қанша гүл шоғын жасады? Әуелі есептің берілгендегі шартын қысқаша құрастырып алайық. Раушан гүлі бізде 5-еу. Лала гүл 7-еу. Раушан гүлі де, лала гүлі де бар, букет бізде 3-еу. Енді осы мәліметті біз жиынға орналастырамыз. Әуелі мынадан бастаймыз. Құрамында лалада, раушанда гүлі бар букет 3-еу, оны біз жиынның қиылысқан жеріне орналастырамыз. Енді мына жақ бізде раушан болсын, мына жақ лала жиыны. Раушанымыз 5-еу. Сол 5-еудің 3-еуі мынау тұр, демек ар жағында 2-еу бар деген сөз. Лала гүліміз 7-еу. Сол 7-еудің 3-еуі мынау тұр, қиылысқан жерде, қалғаны 4-еу болады. Енді сұрақ, гүл шоғы қанша деп сұрап тұр бізден. Оны табу үшін мына 3 санды қосамыз. Сонда гүл шоғы 9 болып шықты. Біздің сыныпта 24 оқушы бар. Барлығы қысқы демалыста өзіне ұнайтын іспен айналысты. 10 оқушы шаңғымен сырғанап, 16 оқушы мұз айдынына барды. Қанша оқушы шаңғымен де сырғанауға, коньки де тебуге барған? Барлық оқушылар саны 24. Шана тебетіндер 10, коньки тебетіндер 16. Енді сұрақ, шананы да, конькиді де тебетіндердің саны қанша? Соны табуымыз керек. Мына жазып қояйық. Мынау шана тебетіндер жиыны, мынау коньки тебетіндер жиыны. Шана 10 болу керек, коньки 16. Енді не істейміз? Енді біз мына екеуін, шана мен коньки тебетіндерді қосамыз. Одан барлық оқушы санын алып тастаймыз. Сонда бізде 2-еу қалады. Осы 2 оқушы шананында конькиді тебеді. Оны жиынға қиылысқан жеріне орналастырамыз. Енді мына 10 оқушыны шығару керек. Шана тебетіндер 10 болса, оның 2-еуі шанамен бірге конькиді тебеді. Демек, тек қана шана тепкіштер 8 қалып тұр. Коньки тебетіндер 16, оның 2-еуі конькимен бірге шананы да теуіп тұр. Ендеше тек конькидің өзін тебетіндер 14 болып шықты. Енді 3-еуін қосайық. 8, 2, 14-ті қосамыз. Сонда бізде 24 оқушымыз шықты. Сонда 24 оқушы барлығы шана мен коньки тебет, оның ішінде тек шана мен конькиді қоса тебетіндер 2 оқушы болып тұр екен. Менің барлық құрбыларымда үй жануарлары бар. Олардың 6-ы мысықты жақсы көреді, ал 5-еуі иттерді жақсы көреді. 2 құрбымда ит те, мысық та бар. Менің құрбым қанша? Есептің шартын құрамыз. Мысықты жақсы көретіндер 6-ау. Демек, 6 қызда мысық бар деген сөз. Итті жақсы көретіндер 5-еу. 5 балада ит бар. 2 құрбысында ит те, мысық та бар екен. Ит те бар, мысық та бар. Ол 2-еу. Енді бізден сұрап тұр, құрбым қанша? Енді осыны жиынға орналастырамыз. Иті де, мысығы да бар 2-еу болса, біз оны жиынның ортасына орналастырамыз. Енді мысық. Мысығы барлар 6-ау болса, оның 2-еуінде иті де қоса бар. Демек, жақта 4 болады. Ал иті барлар 5-еу, оның 2-еуі мынау тұр. Жақта 3 қалады. Енді құрбылар санын табу үшін осы 3 санды қосамыз.
9 құрбысы бар екен. Барлығы 50 турист бар. Олардың ішінде 32-сі театрға, ал 23-і концертке барды. Ал 4 турист мүлдем ешқайда барған жоқ. Театрға да, концертке де барған туристер саны қанша? Есепте берілген деректерді жазып алайық. Барлығы 50 турист. Осының 4-еуі ешқайда бармайды. Театрға баратындар 32-сі, концертке баратындар 23-і. Бізден сұрайды, театрға да, концертке екеуіне де баратын туристер санын анықта деп тұр. Енді біз осы 50 туристің қаншауы осы орындарға барады, соны анықтауымыз керек. Ол үшін одан 4-еуін алып тастаймыз. Өйткені олар ешқайда бармайды. Сонда 46 турист театр мен киноға барып тұр. Енді екеуіне де бірге баратынды анықтау үшін біз мына екеуін қосамыз. Сөйтеміз де одан 46-ны алып тастаймыз. 32 мен 23-ті қоссақ 55 болады. 55-тен 46-ны азайтамыз. 9 турист театрға да, киноға да барды. Оны жиынға орналастырамыз қиылысқан жеріне. Енді біз мына 50 адамды шығаруымыз керек. Ол үшін 32-ден 9-ды алып тастаймыз. Қаншасы театрға барады, соны анықтауымыз керек қой. 32-ден 9-ды алып тастаймыз. Сонда театрға баратындар шығады. Ол бізде 23. Өзі 32-нің 9-ы киноға да барады, ал қалған 23-і тек қана театрға барып тұр. Енді 23-тен сол жаңағы 9 турист алып тастаймыз, 14 қалады. Сонда 23 туристің 9-ы киномен бірге театрға да барып тұр, ал қалған 14-і тек қана киноға барып тұр. Енді туристердің санын анықтайық. Тексеріп көреміз. 23, үшеуін қосуымыз керек. 46 шығып қалды. Ал біздің барлық туристеріміздің саны 50 болатын. Енді бағанағы оған бізде 46 шығып тұр. Оған бағанағы ешқайда бармаған 4 туристі қосамыз. Сонда барлығы 50 туристіміз шықты. Мінекей есебіміз біздің шығып тұр. Жиынға байланысты логикалық тапсырмаларды осындай тәсілмен орындауға болады. Егер видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосып, қоңыраушаны да басып қойыңыз.